Ешкімге айтуға болмайтын 7 құпия. Құпия деген не? Ешкімге айтуға болмайтын қандай құпия болуы тиіс? Мына тізімді тыңдаған адам біразымен келісері сөзсіз. Бірінші құпия – келешекке құрған жоспар. Жоспар толыққанды орындалмайынша ешкімге тіс жармаған абзал. Адамның кез келген ойы бастапқыда әлжуаз болып тұрады. Екінші құпия – қайырымды істер туралы ешкімге айтпау. Қайырымды іс жер бетінде сирек кездесетін құбылыс, сондықтан оны көздің қарашығындай сақтау керек. Үшінші құпия – тақуалығыңыз туралы ешкімге айтпаңыз. Тамақ, ұйқы, күлкі, төсек қатынасына тән шектеулеріңізді ешкім білмеген жөн. Тәннің шектеулігі көңілдің тақуалығымен үйлессе ғана пайдалы. Төртінші құпия – жасаған ерлік, батылдық туралы үндемеу. Олар тек сіздің ғана іс-әрекеттеріңіз. Бесінші құпия – үйдегі ұрыс-керіс пен кикілжің туралы үндемеу. Есіңізде болсын, ол туралы айтпасаңыз, оның ынтымағы берік болады. Алтыншы құпия – рухани жетілу туралы айтпау. Рухани байлық тек сіздікі. Айналаңыздағы адамдардың мұқтаждығын көрсеңіз ғана шет жағасын айтыңыз. Жетінші құпия – баяғыда естіген жаман сөздерді айта бермеңіз. Жолда келе жатып естіген бар қаңсық сөзді үйге келіп айтқан адамның табалдырықтан аттап, былғаныш аяқ киіммен төрге озған адамнан айырмашылығы жоқ.